Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа, Қазақстан Республикасының премьер-министрі Олжас Абайұлы Бектеревке, Қазақстан Республикасы парламент мәжілісі депутаты Еділ Терекбайұлы Жамбершинге, Маңғыстау облысы әкімі Нұрдәулет Игілігұл Қилыбаевқа, Жаңаөзен қаласының әкімі Жансейіт Қайнарбаев Исаханұлына, Қазақ Беринг компаниясының басшысы Мұқашев Сағидолла Ачойұлына, РЦК Ақтау мекемесінің директоры Шамурат Мақсат Мұхамедовичке және қоғам бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне жолдаймыз. Біз РЦК Ақтау Жаңаөзен мекемесінің қызметкерлері осы үндеу арқылы құзырлы мемлекеттік органдарға және де тікелей басшылыққа өз жағдайымызды жеткізуді жөн көрдік. Қазіргі таңда еліміздің өмір сүру деңгейі айтарлықтай қымбаттап отыр. Азық-түлік бағасы, коммуналдық қызметтер, су, электр жүйелері, электр энергиясы, газ, жылу ақысы күннен күнге өсуде. Алайда біздің алатын айлығымыз өте төмен. Қазіргі өмір сүру деңгейіміз мүлдем сәйкес келмейді. Сонымен қатар қызметкерлерге жүктелген жұмыс көлемі өте көп. Ал еңбек ақымыз өте аз. Бұл жағдайға қызметкерлердің әлеуметтік жағдайын қиындатып отыр. Ұжымымыздың ішінде жалғызбасты аналар, көп балалы аналар, ерекше бала асыра отырған аналар бар. Олар үшін отбасын асырау өте қиын. Аталған жағдайлар қызметкерлердің еңбекке деген ынтасын төмендетіп, тұрмыстық қиындыққа әкелуде. Осыған байланысты біз айлық жалақысын кемінде 100%-ға көтеруіңізді сұраймыз. Сұраймыз ба? Сұраймыз! Қызметкерлерге төленетін сыйақы мөлшерін арттыруда атқарылатын жұмыс көлемі мен еңбек ақыны әділ сәйкестігін қамтамасыз етуін сұраймыз ба? Сұраймыз! Біз осы уақытқа дейін жағдайымызды сабырмен, келіссөз арқылы шешуге бірнеше рет әрекет жасадық. Алайда бұл мәселені әлі күнге дейін нақты шешімін тапқан жоқ. Біздің тарапымыздан ешқандай заң бұзушылыққа жол берілген жоқ. Керісінше әрдайым өз міндетімізді адал және жауапкершілікпен орындап келеміз. Алайда біздің штат қысқартылып жатыр. Біз жұмысшылардың қысқартылуына қарсымыз және де қысқартылған жұмысшының жұмысын бізге міндеттелуде. Бізде тұтынушы нормадан тыс көп, біз бәрін алып жүре алмаймыз. Біз қысқартылған жұмыссыздардың орнына қайта келуін қалаймыз. Қалаймыз ба? Қалаймыз! Біздің жалақымыз 2021-2025 жылдар аралығында бір ретте көтерілген жоқ. Нарықта барлық тауарлар мен қызметтердің бағалары күннен күнге өсуде. Бұл жағдайлар қызметкерлердің әлеуметтік жағдайына тікелей әсер етуде. Біз мәселені ушықтыруды мақсат етпейміз. Керісінше диалог арқылы заң аясында шешімін табуды қалаймыз. Қалаймыз ба? Қалаймыз! Алайда қазіргі жағдайда қызметкерлердің талабына назар аударылмай отыр. Осыған байланысты құзырлы мемлекет органдары тікелей басшылық қызметкерлері жалақы мәселесін шұғыл түрде назар аударуды, айлықты көтеруді және де сыйақы төлеу мәселесін қарастыруды сұраймыз. Сұраймыз ба? Сұраймыз! Біз мекемемізден талап етеміз. Талап етеміз